Бейбарыстың бір түрлі әдеті. Ол маған ақшаға массаж жасайды дейді. Продукттардың жартысын алып боламыз ғой. Азық-түліктің жартысын алып болмай до конца бітірмей, барып орын ала берші деп айтады да. Орын келіп қалды төлетін. Қасыда ма? Қалтаңда көк тиын жоқ қой енді. Офистегі адамдар жері береді. Иә, сондай бір түрлі положение қалды. Ол бәрі сондай. Бейбарыстың бір жақсы әдеті, және сәл бір түрлі әдеті. Бейбарыс жалғыз өзі болғанда үйді күшті жинайды. Үйде адамдар болса, ол үй жинай алмайды. Білмеймін, не әдет екен. Қалыпты адамдар қыста нәскимен киеді ғой адам, аяқ киіммен. Менің мамам керісінше жазда нәски киеді да. Жазда нәски кимеймін. Мүлдем нәски кимейді. Бірақ соңғы кезде сол денсаулық сыр бере бастады десей. Бейбарыстың бір түрлі әдеті. Ол маған ақшаға массаж жасайды десей. 9 ай 9 күн көтерген шешесіне. Ол бұрын ақша жасамайтын. Өздері құртты. Иә, сондай бар енді. Негізі, былайынша отбасыларда балаларын мамасы іздейді. Балам қайдасың, қашан келесің деп. Маманы біз дейміз. Мама қашан келесің, мама қайдасың, қаяқта келе жатсың деп. Бейбарыстың өте бір түрлі әдеті. Ол будильникті 2 минут сайын қояды да. Оған тұрмайды. Ей, ондай емессің. Жоқ. Көрініп тұр ма? Өзінің несін айта сағынау дейм негізі. Әшір өзінің несін маған ұра салып та.